Сәлеметсіңдер ме оқушылар? Бүгін сіздермен ерітінділер тақырыбына байланысты есептер шығаратын боламыз. Яғни есеп шығармас бұрын біз ерітінді дегеніміз не және оның қандай түрлері бар деген сияқты маңызды ақпараттармен бөлісіп алайық. Және мен сіздерге бірінші ережесін айтпас бұрын мына суретті көрсеткім келіп отыр. Және бұл суреттен біз не түсінеміз? Бұл суретке қарасаңыздар, шайдың, судың, марганцовка, мысалы қарап отырсаңыздар, бұл суреттер не дегісі келеді? Яғни бұл суреттерден біз ерітінді тақырыбын көре аламыз. Осы мысалдарға қарап, біз осы жерден ерітінділерді біле аламыз. Бірінші суретке қарасаңыздар, бірінші суретте қойып, бұл жерде не көріп тұрмыз? Стаканда су. Ол суға қасықпен тұз салып жатырмыз. Яғни бұл жерде бізде суға түскен қант еріп кетеді. Яғни өзімізде идеяда қолданамыз. Бір стакан суға бір қасық қантты салып, оны біз араластырған кезде жаңағы тұзымыз сумен бірге араласып кетеді, яғни көрінбейді жем. Яғни сол сияқты осы жердегі біздің пайда болған жаңағы тұз бен судың пайда болған сулы ерітінді бізде ерітінді деп аталады екен. Яғни түсіп атқан тұз және оған араласқан су екеуі қосылып ерітіндіні береді. Енді бұл біздің кәдімгі өмірде қолданатын затымызға мысал келтіріп жатырмын. Яғни бұл жердегі суымыз еріткіш, яғни өзіне келіп жатқан тұзды ерітіп жатыр. Яғни су бізде еріткіш деп аталады. Ал соған салып жатқан затымыз, тұзымыз, ол бізде еріген зат деп аталады. Яғни бұл екі ұғым ерітінділер тақырыбында қолданылады. Екінші, осы тұз бен судың араласқан түрі бізде ерітінді. Яғни бір ерітінді пайда болды. Басында тұз бөлек, су бөлек еді, екеуін қосып араластырғаннан кейін бір текті, бір сұйық пайда болды, ерітінді. Яғни соны біз ерітінді деп атаймыз. Бұл жердегі тұзды, яғни тұз кеп суға ерігендіктен оны біз еріген зат деп атаймыз. Және оны ерітіп тұрған затты, суды біз еріткіш деп атайды екенбіз. Дәл сол сияқты екінші суретте қараңыздар, яғни бұл жерден өздеріңіздің күнделікті көріп жүрген шайы, бұл қара шай. Еске түсірейік, бұл басында қандай еді? Бұл басында қайнаған су еді, қайнатылған су, кипяток. Оған біз не істейміз? Шайды саламыз. Шайды салған кезде өзіміз ішетін дайын шайға айналады. Демек, біз бұған қант салуымыз мүмкін, ары қарай. Енді сол салған қантымыз болсын, ертеңді қара шай қылып бердім. Яғни суымыз, яғни айтып отырған су, кипятогымыз бізде не болады? Еріткіш болады. Ал оған салған шайымыз бізде еріген зат болады. Еріген зат болады. Міне, осы екеуі қосылып бізде кәдімгідей бір текті, ешқандай ішінде қоспа көрініп тұрған жоқ, ештеңе түйір ештеңе жүрген жоқ. Яғни бір текті, бір сұйық нәрсе пайда болды. Осы нәрсе бізде ерітінді деп аталады екен. Яғни бір текті жүйе. Келесі мысалға қараңыздар, үшінші, бұл бізде не? Сүтті шай. Енді жаңа қара шайымызға біз сүт қостық. Араластырдық, сүтті шайға айналдық. Енді бұл жерде өздеріңіз айтыңыздар, сүт бізде еріген зат па, еріткіш па? Және қара шай. Ол бізде не? Әрине, шай бізде еріткіш, еріген затымыз сүт болып табылады. Яғни араластырған кезде жаңа бір нәрсенің пайда болуы, яғни ерітінді. Келесі жоғарыда мысал, төртінші суретте, бұл жерде нені көреміз? Бұл марганцовка, калий перманганаты. Оны біз кішкентай ыдыста болады, сатылған кезде, оны біз кішкентай ғана түйірін суға салған кезде, сондай қою қызыл, болмаса жаңа ақ салған кезде, ашық қызыл түс болып, бір текті жаңағы суымыз сондай түске боялып кетеді. Яғни бұл жердегі марганцовка бізде, яғни бұл сіздерде есептерде келеді. Марганцовка бізде не болады? Еріген зат болады екен. Ал бізде суымыз еріткіш болады екен.
яғни салынып тұрған марганцовканы су ерітіп тұр, иә. Демек бұл еріткіш. Екеуінің қосылысы, яғни екеуі қосылып ерітіндіні береді екен. Келесі бізде Кока-кола. Бұны барлықтарыңыз білесіздер, иә. Кока-коланы қарасаңыздар, қара түсті сұйықтық, иә, ішінде бір қанттың жүргенін или басқа бір нәрсенің жүргенін көрмейміз, тек қана бір текті қара сұйықтықты ғана көреміз. Яғни бұл дайын болған бір ерітінді, бірақ ол бірден пайда болмады ғой, оған қоспалар қосты, иә. Бұның құрамын айтатын болсақ, не бар? Қант бар, су бар, иә, көмірқышқыл газы бар. Барлығын араластырған кезде бір текті болып араласып, бүтін бір жүйені берді, яғни ол ерітінді. Қантты салды, араластырды, суды салды, яғни CO2 көмірқышқыл газы, яғни газдалған, иә, бізде ол. Және тағы да басқа заттар бар. Мінекей, бұл бізде ерітінді болады екен. Бұдан не түйесіздер? Ерітінді деген, яғни былайша айтқанда, ішінде ештеңе көрінбей, бір түйір болып жүрген, или жаңағыдай араласып жүрген ештеңені көрмейміз. Біз тек бір ғана нәрсені көреміз. Бір ғана түсті, мысалы сүтті шай, жаңа Кока-кола, или жаңағыдай марганцовканың ерітіндісі деген сияқты бір ғана түстегі ерітінді, яғни сұйықтықты ғана көреміз. Яғни сол бізде ерітінді болып табылады. Оған дейінгі бір-бірімен араласқан заттар еріткіш пен еріген зат болады екен. Енді жалпы өзінің ережесімен танысайық. Ерітінді дегеніміз не? Ерітінді дегеніміз екі компонентті гомогенді жүйе. Яғни мен сізге бұл жерде қысқа айттым, яғни екі компонентті гомогенді жүйе. Гомогенді деген не еді? Бір текті деген, бір текті деген сөз. Бір текті жүйе. Екі компонентті, жаңа мысалдарда екі компонентті деп біз айттық, ол бізде еріген зат пен еріткіш. Яғни еріген зат пен еріткіштің қосылып, бір текті жүйенің пайда болуы ерітінді деп аталады екен. Мына бір суретке қарасаңыздар, ана жақта бізде су болуы мүмкін. Бұған не салайық? Тұздың кристалдарын салған кезде, бірінші біздің көрсеткен мысалымыздай, салған кезде, араластырған кезде, ол жерде ештеңе көрінбей, кәдімгі тұзды су пайда болады, иә? Яғни сол пайда болған тұзды суымыз бізде ерітінді болады екен. Демек, ерітінді дегеніміз ерітінді тең болады еріген зат пен еріткіштің қосындысына тең болады екен. Яғни еріген зат пен еріткіштің қосындысы бізде ерітіндіні береді екен. Енді келесі осы ерітіндінің түрлеріне тоқталайық. Ерітіндінің қандай түрлері бар? Ерітіндінің түрлері. Ерітіндінің негізінде түрлері көп, бірақ бізге бізге керегі осындай үш түр бар. Қанықпаған ерітінді, қаныққан ерітінді және аса қаныққан ерітінді. Не түсінеміз? Қанықпаған ерітінді дегеніміз не? Бұлардың бір-бірінен айырмашылығы неде? Көп оқушылар осыны бір-бірінен ажыратудан қиналады. Қанықпаған ерітінді алайық, мысалы, бір стакан делік. Осы бір стаканда, мысалы 100 грамм, осыған біз 40 грамм тұз қосты делік. 40 грамм тұз қосқан кезде ол еріп кетті, яғни ери береді. Ери береді. Яғни тағы қосамыз, ери береді, тағы қосамыз, үлкейте береміз қосатын көлемін, оның мөлшерін. Яғни ол ери беретін болса, сол суда, демек ол қанықпаған болады. Яғни әлі де оған керек деген сияқты, қанықпаған, тоймаған деген сияқты. Сонда ол қанықпаған болады. Ал егер біз бір стаканда тура осындай 100 болсын, оған біз 40 грамм қосқан кезде, ол дәл сол 100 грамм суға 40 грамм тұз тура кетеді, тура дәмін шығарады.
оның мөлшері сондай деген болса, ол бізде қаныққан болады. Егер осы жерде біз 39 грамм қосып қойсақ, онда ол қаныққан болмайды, яғни уже қанықпаған болып кетеді. Ал егер біз одан асырып 41-42 грамм, 50 грамм қосатын болсақ, өзінің айтылған нормасы, онда ол аса қаныққан болып кетеді екен. Көрдіңіздер ме? Яғни қаныққан деген өзінің нормасымен, өзінің жаңа бекітіледі. Мысалы бізде тәжірибе жасаған кезде лабораторияда мынанша грамм қышқыл керек екендігі, металл керек екендігі және оның ерітіндісінің барлығының мөлшері беріледі, жаңағы лабораторияда дұрыс тәжірибе шығу үшін. Яғни сол сияқты, яғни берілген мөлшері 40 грамма 40 грамм, енді 100 грамм 100 грамм, екеуінің тура 40 граммда 100 грамм екеуінің араласқаны қаныққан болады екен. Ал егер асып кеткен, жетпей қалған жағдайда ол қанықпаған немесе аса қаныққан болады екен. Қанықпаған деген жаңағы ери беру, одан да көп келе беру. Айырмашылық сонда. Тек олардың ішіне қосылатын заттарға байланысты. Бұдан бөлек мына жерде жазуды ұмытып кетіппін. Тағы бар ерітіндінің түрлеріне концентрлі және сұйытылған деген түрлер бар. Концентрлі және сұйытылған деген түрлер бар. Бұл екеуіне де байланысты сұрақтар келеді оқушыларға. Сіздерде бар сұрақтар. Бұл екеуін ажыратқанда, бұл да қатты қиын емес. Яғни концентрлі деген, мысалы жаңағыдай, біз егер суға, жаңа 100 грамм, 200 грамм суға, біз егер 20 грамм тұз қосатын болсақ, бұл не болады? Өз нормасымен араласып, өз нормасымен болады, жоқ, 100 граммға, мысалы, 200 грамм дейік, 200 грамм тұз қосқан кезде, араласқан кезде, тұз болады 200 грамм, 100 грамм бізде су, яғни сұйық затымыз су. Оған жаңа тұз кристалдарын салғанбыз, сол кезде 200 грамм, яғни қатты заттың көп болуы, ол бізде концентрлікті білдіреді. Ал егер суға, сол 100 грамм суға 200 грамм тұзды қостық, араластырдық, бірақ бұл кезде не болды? Суымыз өте ащы болып кетті. Яғни оны біз ащы болып кеткеннен не істейміз? Ащылығын кетіру үшін жаңа стакандағы суды бөлеміз. Мысалы, екіге бөліп, қайтадан үстіне су құйған кезде жаңа ащылығы басады. Мысалы, жаңа өзіміздегі шайға біз көп қант қосып жіберген кезде шайымыз өте тәтті болып кетеді. Сол кезде уже тәтті шайды тәттілігін азайту үшін оған су құямыз. Яғни біз 100 граммнан оған көбірек су құйған кезде сұйықтығы көп болады. Яғни ішіндегі сұйықтығы көп болған жағдайда ол сұйытылған ерітінді болады екен. Ал жаңағы концентр деген ол құрамында қатты заты көп болса, ол концентр болады екен. Жақсы, енді сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Енді біз осыған қатысты, ерітінділерге қатысты есеп шығарайық. Ерітіндінің құрамына байланысты. Ерітіндінің құрамын, ерітіндіге байланысты есептерді шығару екі жол арқылы шығарылады. Яғни бөліп көрсеткім келді сіздерге, яғни формуласына да шатаспау үшін сіздерге. Яғни есепті де көрген кезде біліп тұру үшін. Ерітіндіге байланысты есептерді шығару үшін бірінші еріген заттың массалық үлесі арқылы табылады. Яғни ерітінді есебін шығару бірінші массалық үлесі арқылы болса, екінші жолы ол концентрациясы арқылы болады екен. Концентрациясы және массалық үлесі арқылы шығарылады екен. Енді қазір осы екі жолға байланысты біз формуласымен танысып, соған қатысты есептерді шығаратын боламыз. Бірінші еріген заттың массалық үлесі арқылы анықтау. Бірінші еріген зат массалық үлесі арқылы ерітіндіні сипаттаймыз. Яғни ерітіндінің бірінші жолымен есептеудің жолы бірінші біз массалық үлесі арқылы табады екенбіз. Яғни массалық үлесін табыңыз деген сияқты сұрақтар келгенде массалық үлесі берілген,
процентпен. Массалық үлес бізде процентпен өрнектеледі. Яғни 100% жүреді. Енді бұл жердегі омега деп отқанымыз, бұның аты омега. Бұл бізде массалық үлестің белгіленуі. Енді М еріген зат бөлінген М ерітінді. Ондағы М еріген зат, яғни масса еріген заттың. Бағаны байқасаңыздар, мен сіздерге еріген зат тұз, тұздың сумен ерітіндісін айтқан кезде суға тұзды салдық. Яғни тұз сол кезде еріген зат болып, су мен тұзды ерітіндісін қосқан кезде бүтін бір ерітінді шықты. Демек, еріген заттың массасын бүтін шыққан ерітінді массасына бөліп 100-ге көбейтеді екенбіз. Бұл массалық үлес арқылы сипаттаудың формуласы. Енді соған қатысты есепке тоқталайық. Енді бірінші мысал. 25 грамм тұз 175 грамм суда ерітілген. Түзілген ерітіндегі тұздың массалық үлесін табыңыз дейді. Бірінші біз формуланы жазып қояйық. М еріген зат бөлеміз масса ерітіндіге, яғни ерітіндінің массасына. Шыққан нәтижені 100-ге көбейтеміз. Енді біз мынаны білу үшін мына жерде сурет салайық. Мына жақта бізде су бар. Яғни ол суымыз бізде 170 грамм дейді. Яғни суда ерітілді. Яғни су ерітіп жатыр нені? Тұзды. Тұзымыз 25 грамм. Бұл тұз. Яғни 175 грамм суға 25 грамм тұз қосылып жатыр. Екеуінің шыққан тұзды су бізде ерітінді деп аталады. Яғни екеуінің қосындысы демек 175-ке біз қосамыз 25-ті, шыққан нәтиже 200 грамм. Ол бізде ерітінді болды. Яғни ерітіндіміз бізде 200 грамм. Яғни тұз бен судың қосындысы ерітінді беріп тұр. Енді формулаға салайық. Еріген зат бізде тұз, яғни оның 25 грамм. Еріткіш пен еріген заттың қосындысы ерітіндіміз 200-ге дейін. Формула қараймыз, бізде оқушылар астына ерігіштің мәнін қойып қояды, яғни 175-ті қойып қояды. Бізде формулада ерігіш сұрамайды, бізде формулада ерітіндінің мәні қойылады. Ал ерітінді сол ерігіш пен ерітіндіні еріген заттың қосындысы екен. Енді осыны 100-ге көбейтеміз. 25-ті 200-ге бөліп 100-ге көбейткен кезде бізде 12,5% шығады екен. Демек, түзілген ерітіндегі тұздың массалық үлесі 12,5 екен. Яғни бұл массалық үлесті табу. Массалық үлес процентіне процентін жазамыз. Келесі есеп. Келесі есепке барайық. Келесі есеп натрий карбонатының массалық үлесі 5%, 50 грамм ерітіндісін дайындау үшін қажет сусыз натрий карбонатының массасы дейді. Яғни бұл жерде массалық үлес беріліп тұр. Массалық үлес 5% еді. Енді есептіге қараймыз. Болса ерітінділер тақырыбындағы есептің логикасын түсінген жақсы. Мысалы, бұл жерде ерітілді, еріген зат қайсы екендігін анықтап алу өте маңызды. Өйткені біз оқушылар мән беріп оқымағандықтан жаңа еріген зат еріткіштен орын ауыстырып жатыр. Қарасаңыз, массалық үлесі 5%, 50 грамм ерітіндісін дайындау үшін, ерітіндісін. Демек, мынау еріген зат еріткіш емес, бұл дайын ерітінді екен. Демек, 50 грамм бізде ерітінді беріп тұр. Енді қажет сусыз натрийдің массасы. Демек, су мен натрий қосылған, сол кездегі суға қосылмай тұрған натрий карбонатының массасын табу керек. Формулаға қоямыз, формуланы жазайық. Яғни әр есеп шығарған сайын формуланы жазу бізді формуланы жаттап алуға пайдасын тигізеді. Сосын бірінші есеп шығаратын кезде қай формулаға қатысты екендігін міндетті түрде жазып қойыңыздар. Енді осы жерден қарайық. Бізде массалық үлесі берілді. Ол бізде қанша? 5%. Мынау бізде 5%.
Ерітінді бізде 50 грамм. Ал еріген заттың сусыз натрий карбонатымыз бізде X білмейміз. Неге? Енді осыны біз барып орнына қойып көрейік. Яғни 5%, 5 тең болады. Еріген затымыз белгісіз, ерітіндіміз 50-ге тең, және көбейтілген 100. Осы жерден шығарып алайық. Осы жерден бізде қысқаратындар бар. 100 пен 50-ді қысқартып жіберсек, мына жаққа 2. Енді 5 тең, мына 2-міз X-пен көбейтіп кетіп, 2X болады. Бұдан шығатын нәтиже X тең бізде 5-ті 2-ге бөлген кезде 2,5 грамм натрий карбонат екен. Енді оқушылар қарасаңыздар, біз қазір формулаға салып шығардық. Бұны формуласыз пропорциямен шығаруға болады екен. Оны бір екінші әдіс деп білсеңіздер болады. Негізінде біз формуланы біліп, онымен шығара алған жағдайда кейінірек пропорцияға ауысқансаңыздар жақсы, еткені ол бізде уақыт жағынан өте тиімді. Яғни 100%-ды бізде 50 грамм. Ерітінді бізде общий болғандықтан ол 100% деп алынып жатыр. 50 грамм. Одан кейін 5%-ды қанша грамм екенін білеміз. Осы жерден біз X-ті тауып аламыз. Яғни 50-ді 5-ге көбейтіп 100-ге бөлген кезде 2,5 граммы шығады екен. Екеуінде де жауап бірдей. Сізге қайсысын қайлы, осымен шығарасыз. Жақсы, енді келесі есебімізге көшейік. Келесі есеп. 150 мл суда 50 грамм натрий сульфаты ерітілді. Алынған ерітіндегі натрий сульфатының массалық үлесін табыңыз. Бұл жерде не айтып жатыр? 100 мл суда 50 грамм натрий сульфаты ерітілген. Демек, бізде еріткішіміз су, еріген затымыз натрий сульфат екен. Жаңағы айтқандай, бірден формуланы жазып қойып, еріген зат және ерітіндінің массасы көбейтілген 100. Енді біз білеміз, ерітінді дегеніміз еріген зат пен еріткіштің қосындысы. Одан баламен мына жерде 150 мл деген бар. Осы жерде 150 мл деген миллилитр болып тұр, яғни грамм болып тұр. Қалай шығарам десең деп ойлап жатқан шығарсыздар. Миллилитрді граммға айландырып аламыз. Миллилитрді граммға айландырған кезде қанша болады? Сол 150 грамм өзі болады. Яғни 150 грамм деп аламыз. Енді бізде еріткіш су 150 грамм, еріген зат натрий сульфат 50 грамм. Ерітіндінің массасын табу үшін, масса ерітінді табу үшін не істейтін едік? Еріген зат пен еріткішті қосамыз. Бізде еріткіш 150 грамм, қосамыз, еріген затымыз 50 грамм. Тең болады 200 грамм ерітінді. Ерітіндіні тауып алдық. Ол бізде 200 грамм екен. Енді массалық үлесін табу керек. Омега тең, бізде еріген затымыз 50 грамм, бөлеміз, ерітінді массасы 200. Көбейтеміз 100-ге. Шығады. Бізде қысқарып кетеді. 2. Мынакей қысқарып кетеді. Мына жақта 2. Сонда 50-ді 2-ге бөлген кезде 25% масса үлесі шықты. Неге? Бізден жауап. Енді осыны жаңа айтқандай пропорциямен шығарсаңыздар да болады. Яғни 200 грамм ерітінді массасын тауып алыңыздар. 200 грамм дегеніміз ол бізде 100%. 100%. Ал 50 граммымыз ол бізде X%. Білмейміз, осы жерден X табу үшін 50-ді 100-ге көбейтіп, 200-ге бөлген кезде сол 25%-мыз шығады екен. Мінекей бізде жауап шықты. Неге? Екеуінде жауап бірдей.
ыңғайлысын шығарасыздар. Келесі. Келесі. Енді екінші жолы зат концентрациясына, яғни малярлық концентрация арқылы шығарады екенбіз бұл жақта. Байқасаңыздар, жаңа біріншіде біз массалық үлес арқылы шығардық, екіншіде зат концентрациясы арқылы шығарамыз. Бұны қандай формуламен шығарамыз десеңіздер, бізде екі түрлі формула бар. Бізде мектепте көбінесе келетін формула бұл біріншісі формула. Ал осы формуладан барып мына екінші формула шыққан. Яғни мынадан барып мынау шықты негізінде. Енді бұл жердегі сымен белгіленіп тұрған, ол бізде концентрация. Заттың концентрациясы. Бізде нью білесіздер, кейде n-мен белгіленіп келеді. Ол бізде зат мөлшері. Мынау бізде зат мөлшері. Мынау бізде ерітінді, яғни ерітіндінің көлемі. Білесіздер, бұл бізде көлемі, ерітіндінің көлемі. Мына жақта да тұр зат концентрациясы. Ал м деген бізде масса, білесіздер. Үлкен бізде малярлық масса. Малярлық масса. В деген ол көлем. Енді бірінші формуладан бұл формула қалай шықты? Бізде масса бөлінген, формула естеріңізде зат мөлшеріне байланысты. Нью тең масса бөлінген малярлық масса деген формула бар еді. Демек, біздегі мына жерде масса бөлінген малярлық масса деген осы мынау ньюдан келеді, яғни зат мөлшерінен келеді. Яғни бізде бірінші формуланы ашып жазып, осылай ұсынады. Яғни кейбір есептерде осылай шығарамыз, кейбір есептерді. Яғни бірінші формуладан шыққан формула екіншісі. Ал бұл бізде мына жердегі ерітіндінің көлемі деген ұғымыз. Кеттік, енді осыған қатысты есептерді шығарайық. Бірінші есеп, натрий гидроксидінің 500 мл ерітіндісінде 0,25 моль натрий гидроксиді бар, яғни натрий OH бар. Ерітіндінің малярлық концентрациясын есептеңіз дейді. Енді осы жерден біз не табуымыз керек? Малярлық концентрация табуымыз керек. Так, малярлық концентрация табуымыз керек міне. Және тағы бір мән беретін нәрсе 500 мл. 500 мл дегенін біле аламыз керек. Яғни 500 мл дегеніміз литрмен аламыз. 500 мл дегеніміз ол бізде қанша литр? 0,5 литр. Осыны қолданамыз литрді. Және моль. Моль бізде ньюмен n-мен белгіленеді. Жақсы, енді формулаға барайық. Бізде формула қандай еді? С тең нью бөлінген в. Яғни зат мөлшері бөлінген көлем. Осының орнына қоямыз. Яғни бізде зат мөлшері берілген 0,25 моль. Ньюдің орнына зат мөлшерінің орнына 0,25-ті қоямыз. Көлемнің орнына біз 0,05 литрді қояды екенбіз. Яғни 500 мл есепте берілді. Біз оны литрға айналдырдық. Сол кезде 0,05 литр болды. Екеуін бөлген кезде 0,05 малярлық масса. Бізде концентрацияның өлшем бөлігі үлкен n-мен беріледі. Үлкен n деп отқанымыз сол. Демек, жауабы 0,05 n болады екен. Келесі есебіміз екінші есеп. Екінші есебіміз күкірт қышқылының көлемі. Күкірт қышқылының көлемі 500 мл, тығыздығы 1,2 грамм миллилитр, массалық үлесі 4,9%, ерітіндісі берілген. 4,9% ерітіндісі берілген, ерітіндінің малярлық концентрациясын табыңыз. Енді осы жерден оның малярлық концентрациясын табуымыз керек екен.
Қажетті формуламызды жазып алайық. Концентрацияға байланысты көлем бөлінген, зат мөлшері бөлінген көлем. Енді осының орнына қоямыз, бірақ біз одан бұрын тығыздықпен жұмыс жасап алуымыз керек. Тығыздық, бізде есепте тығыздық берілген. Енді 500 мл-ді біз литрге айналдыруымыз керек. Ол үшін сіздер білетін болсаңыздар, физикадан келген бізде формула бар. Мысалы, масса ерітінді, яғни ерітінді массасын табу үшін масса ерітінді қандай еді? Көлем көбейтілген тығыздық, яғни тығыздыққа байланысты осындай формула бар, көлем мен тығыздықтың көбейтіндісі. Енді бізде есепте тығыздық берілді, яғни көлемнің орнына біз 500 мл көбейтілген тығыздық 1,12 грамм миллилитр. Осылайда біз массаны шығаруымыз, яғни масса қайдан шығады? Миллилитр қысқарып грамм шықты. Көбейткен кезде 560 грамм. Неке бұл 560 грамм шыққан бізде ерітіндінің массасы. Енді осымен жұмыс жасаймыз. Бізде күкірт қышқыл деп айтты. Енді осы күкірт қышқылының массасын табу үшін H2SO4 табу үшін 560 грамм ерітінді бізде 100% болады. Біз массасын білмейміз, бірақ біз беріп қойған 4,9%. Осы жерден X-міз тауып алайық. X-міз бізде көбейтеміз, сол кезде 27-де 44 грамм күкірт қышқылы болады екен. Бұл күкірт қышқыл массасы. Енді бізге зат мөлшері керек. Формулаға қою үшін зат мөлшері керек. Бізде масса белгілі. Есімізге түсірейік, зат мөлшерінің массаға байланысты формуласы қандай? Масса бөлінген молярлық масса. Осы жерде массаны табу үшін көлемді көбейтеміз молярлық массаға. Демек, бізде кешіңіздер, бізде зат мөлшерін табу керек екенбіз оны. Мен массаны табу кереміз деп формуланы түрлендіріп жатыр. Енді орындарына қоямыз. Бізде масса 27-де 44, ал молярлық масса, күкірт қышқылының молярлық массасы қаншаға тең? 2, 32, 64, 34, 98, яғни 98-ге бөлеміз. Берілген массаны молярлық массаға бөлу арқылы біз оның молін тауып отырмыз. 0,28 моль. Бұл моль бізде H2SO4, яғни күкірт қышқылынікі. Осы мольді апарып біз формуладағы ньюдің орнына, зат мөлшерінің орнына қоямыз. Яғни 0,28. Ал көлемнің орнына біз 500 мл-ді литрге айналдырамыз. Ол бізде 0,15 литр шығады. 0,56 моль бөлінген литр немесе М. Бізде жауап шықты. Яғни біз бұл есепте бірден формулаға қоятын едік, бірақ бізде есепте тығыздық берілді. Яғни сол тығыздықпен біз жұмыс жасап алдық. Тығыздықпен жұмыс жасау арқылы жалпы ерітіндінің массасын тауып алдық. Сол жалпы ерітіндінің массасын пропорцияға салып 100%-пен сәйкестендіріп 4,9%-дағы массаны тауып алдық. Ол бізде 27-де 44 болды. 27-де 44 бізде күкірт қышқыл массасы болғандықтан оның молін табу үшін 27-44-ті оның молярлық массасы 98-ге бөліп молін табылдық. Шыққан мольді өзіміздің жаңағы беріліп жатқан формуладағы ньюдің орнына қойдық. Жақсы, енді бізде келесі есеп. Келесі есебіміз натрий гидроксидінің 500 мл 0,15 ерітіндісін дайындауға қажетті натрий массасын есептеңіз дейді. Яғни бұл жерде массасын есептеу керек, бізге молярлық концентрация беріліп қойған. Яғни бағанағы формуланы жазамыз. Тең дейді нью бөлінген көлем. Бізде мына молярлық концентрация беріліп қойған. Миллилитр берілген, енді бізге массаны табу керек. Бірақ бізде мына формуламызда масса жоқ. Бірақ мен айттым, осы формулаға байланысты түрлендірілген түрі бар. Яғни
молекуляр концентрация тең масса бөлінген молекуляр масса көбейтілген В деген, иә? Осы формула, яғни осы формуланы қолданамыз. Демек, бұл формуланы қолданған кезде біз не істейміз? Орындарына қоямыз. Орындарына қоймас үшін бізге масса тап дейді. Демек, бізге М-ді табыңдар деп тұр. Бізге концентрация беріліп қойған. Демек, біз формуланы түрлендіріп алайық, яғни массаны табу формуласымен жазайық осыны, иә, түсінікті болу үшін. Яғни түрлендірсек, масса тең концентрация көбейтілген көлем көбейтілген молекулярлық масса болады екен. Енді осы жерден орындарына қоя саламыз. Бізде концентрациямыз қаншаға тең? 0,5-ке тең. Яғни есепте берілген бойынша. Көлем бізде 500 мл. 500 мл біз литрге айландырамыз. Бүгінгі есепте байқасаңыздар бағады 500 мл болды. Бұл бізде 0,5 литр. 0,5. Енді молекулярлық масса дейді. Молекулярлық масса ненің? Натрий OH-тың. Натрий OH-тың молекуляр массасы бізде 23 қосылған 17 шығады, бізде 40. Демек, көбейтеміз 40-қа. Тең. Бір-бірді. Бізде шығады 10 грамм екен. Яғни натрий OH-тың массасы 10 грамм екен. Неге сіздерге түсінікті болды деп ойлаймын. Егер түсініксіз болса, қайталап көріңіздер. Егер сұрақтарыңыз болса, комментке қалдырып кетіңіздер. Өз ойларыңызбен бөліссеңіздер болады. Міндетті түрде қарайтын боламын. Және сұрақтарыңыз болса, міндетті түрде жауап беретін боламын. Төменге комментарийге өз ойларыңызбен, сұрақтарыңызбен бөлісіп кетсеңіздер бір қуанып қалар едім. Жақсы, сау болыңыздар.